Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пряниктардың рецептімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп қошаны басып қойыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, пряниктарымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге ыдысымызға ұнымызды, одан кейін қантымызды және венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып қоямыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ыстықтай сүтімізді құямыз. Барлығын біркелкі болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Енді массамызды суығанша шетке қойып қоямыз. Бізге барлығы 4 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ақ уызымызды шетке қойып қоямыз. Енді суыған массамызға жәнегі 2 жұмыртқамызды жәнегі 2 сары уызымызды саламыз және оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен жақсылап миксерлейтін боламыз. Барлығы біркелкі масса болу керек. Міне барлығын жақсылап миксерлеп алдық. Ыдысымызды шетке қоя тұрып, енді ұнымызды өлшеп алған, оның үстіне қуысытқышымызды саламыз. Және барлығын біркелкі болғанша лопатканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Міне барлығын жақсылап араластырып болдық. Енді бағанағы сұйық массамызға жартысын саламыз. Ыңғайлы болу үшін алдымен лопатканың көмегімен, одан кейін қалған бөлігін саламыз ұнымыздың. Лопаткамызды алып тастаймыз да, қалған ұнымызды елейтін боламыз. Менің ыдысым әрі тарлау болғандықтан осылай үстелдің үстіне қамырды салдым да, қолыммен осылай елеп алдым. Міне қамырымыз біркелкі болып барлық ұнды өз бойында сындырды. Енді міне қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Барлық бөлікті осылайынан дөңгелектеп шетке қойып қоямыз. Енді қамырымызды алып, аздап қана ұн себемізде дөңгелектеп жаямыз. Қамырымыз өте жұқа да қалың да болмау керек, орташа қалыңдықта жаямыз. Достар, егер сіздер басқа дәмдермен қаласаңыздар, ортасына қамырдың кез келген апельсин немесе лимон цедрасын қоссаңыздар болады, сонда дәмі ерекше дәм беретін болады. Міне осындай дөңгелектермен кесіп алдым, қалыңдығымда осындай болды. Енді қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Қалған бөліктерді де осылайынан дөңгелектеп жайып, кесіп пісіріп алатын боламыз. Міне енді бағанағы алып қалған ақ уызымызды миксердің көмегімен жақсылап 2-3 минуттай миксерлейтін боламыз. Міне миксерлеп болдық. Енді суыған пряниктеріміздің үстіне осылайынан ақ уызымызды қолдың көмегімен жағып шығамыз. Мен ыңғайлы болу үшін осындай перчатка киіп алдым. Бөлме температурасында пряниктарымызды кептіреміз 1-2 сағаттай. Міне қалған пряниктарымызды осылайынан барлығын жағып, бөлме температурасында 2-3 сағаттай кептіріп аламыз. Және кепкен пряниктарымызды салафанға салып қойсаңыздар, көп уақытқа дейін өте жұмсақтығын сақтап тұрады. Міндетті түрде осы рецептті жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менің үйшіме ұнады, балаларыма. Енді сіздерге де ұнайтынына сенімдімін, өте жұмсақ болып шығады. Достар, мен YouTube арнама әлі де тіркелмесеңіз, тіркеліп, қоңырауына басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет осындай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.